Басайық. Ассаламу-алейкум, қадірлі достар. Ассаламу-алейкум, қадырданлар, ең жақсы тілеклер, һәм ниетлер менен бүгінгі көрсетуімізді назарыңызға ұсынамыз. Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгін көрсетуіміздің темасы Wi-Fi хақында болады. Бүгінгі күнде Wi-Fi тұрмысымыздың ажыралмас бөлігіне айланған. Үйде, жұмыста, мектепте ямаса, кафеде болайық, интернетке жалғану үшін көбінесе Wi-Fi технологиясынан пайдаланамыз. Бірақ, еш ойлап көрдіңіз бе? Wi-Fi тикарында қалай істейді? Wi-Fi бұл құрылмаларды сымсыз түрде интернетке жалғаушы технология. Ол радио толқынлар арқылы мағлұматларды ұзатады. Модем яки роутер интернет сигналын қабылдайды һәм оны Wi-Fi сигналы есабында телефон, ноутбук, планшет һәм басқа құрылмаларға тарқатады. Wi-Fi-дың қолайлылығы сонда ол сымсыз істейді. Сол себеплі бір уақыттың өзінде бірнеше құрылмалар интернетке беймәлел жалғанады. Бірақ Wi-Fi тезлігі барлық уақытта бірдей бола бермейді. Диуаллар, тұрмыслық техникалар, басқа роутерлердің сигналлары ямаса, роутерден ұзақ аралық интернет сапасына тәсір етуі мүмкін. Бүгінгі күнде Wi-Fi технологиясы үзліксіз рауажланып бармақта. Жаңа әулет Wi-Fi 6 һәм Wi-Fi 7 стандартлары және де жоғары тезлік, кемірек кешігу һәм көбірек құрылмаларды бір уақыттың өзінде қоллап қуатлау имканиятын береді. Жұмақлап айтқанда, Wi-Fi бұл заманауи тұрмысымызды интернетпенен байланыстырып тұратығын ең әхметлі технологиялардан бірі болып есапланады. Оннан дұрыс һәм қауіпсіз пайдалану болса, тез һәм тұрақлы интернеттен пайдалануға жәрдем береді. Wi-Fi әзіргі заман технологиясының ажыралмас бір бөлегі. Бұл арқалы біз интернет арқалы бір-бірімізге хат жазамыз, хабарлар аламыз, интернет арқалы мағлұматларды оқимыз. Wi-Fi бұл роутерден тарқалып, бұл сымсыз байланысты орнатады. Дұрыс айтасыз, бір сөзбен айтқанымызда интернет, Wi-Fi бұл уақытымызды тежейді, жұмысымызды аңсат қана тезлестіріп береді. Демек, қадырданлар, осы бағдарда сәубетлесу үшін студиямызға меймандарымызды мұрат етеміз. Бегдияр Тілеуов, Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемгі һәм мектеп білімлендіру министрлігі мәлімдеме коммуникация технологияларын енгізу һәм салластыру секторы басшылығы. Ассаламу-алейкум. Ассаламу-алейкум, көрсетуімізге қош келдіңіз. Нәубеттегі мейманымыз Салауиддин Имамаддинов, Төрткүл районы мектепке шекемгі һәм мектеп білімлендіру бөлімі мәлімдеме коммуникация технологияларын енгізу һәм салластыру бойынша бас методисті. Тажиддин Камал, Кегейлі районы 55-ші санлы мектептің информатика пәні мұғалімі. Мархамат, орларыңыз елесіңіз болады. Нәубеттегі мейманымыз бар. Шазада Алламбергенова, Төрткүл районы 1-ші санлы мектептің информатика пәні мұғалімі, Корея Республикасында тәжірибе алмасып келген. Құндыз Жалғаспаева, IT парк, Қарақалпақстан Республикасы филиалы стартаплар бойынша бас қанегесі. Мархамат. Қош келдіңіз. Нәубеттегі меймандарымыз міне осы IT тарауы бойынша жетістіктерге еріскен елшек әулетлары болған оқушы жастарымыз. Демек, оларды студиямызға мұрат етсек. Динара Умырбекова, Нөкіс қаласы 55-ші салы Улма орта білім беру мектебінің 9-ші класс оқушысы, санлы әулет қызлары. Арманбек Құтлымұратов, Кегейлі районы 55-ші санлы мектептің 11-ші класс оқушысы, 5 миллион жасалма интеллект жетекшілері. Нәубеттегі мейманымыз Амирбек Асембаев, Нөкіс қаласы 9-ші санлы Улма орта білім беру мектебінің 9-ші класс оқушысы. Бұл қатынасушымыздың да қолға кіргізген тапсылары мақтауға лайық. Төлебек Мақсетов, Нөкіс қаласы 2-ші санлы Улма орта білім беру мектебінің 11-ші класс оқушысы. Мектепке шекемгі һәм мектеп білімлендіру министрлігі тарапынан Германияның Гёте институты менен біргелікте шөкілмесілген Инфочек Централ Азия халықаралық хакатонының сыйлықлау мәресіне қатынасып келген оқушымыз. Бүгінгі меймандарымыздың барлығы міне осы IT тарауында өзінің жетіскендіктеріне еріскен жастарымыз. Ассаламу-алейкум, құрметлі меймандар, көрсетуімізге қош келдіңіз. Көрсетуімізді әдеттегідей бір ешілі қосықпенен басылап алсақ, соң сәубетімізді баслаймыз. Мархамат.
Құрметті меймандар, көрсетуімізге қош келдіңіз. Бүгін 20-ші июнь бүткіл дүниежүзілік Wi-Fi күні деп жатырмыз. Тек біз бұл Wi-Fi хақында емес, бүгін сол елімізде IT тарауындағы жетістіктер хақында сәуетімізді бастасақ. Айбек, егер қарсы болмасаңыздар, сіздер тамаша көйлерімізге де Wi-Fi бұл не? Бұл жәметімізге қашан кіріп келген, оның имканияттары хақында тамаша көйлерімізге азғана мағлұмат беріп өтсек, бұның үшін студиямызда қанегеміз бар. Мархамат, салауат. Wi-Fi құрылмасы бұл 1942 жылдары частоталы сигналдарды секіртуші атамасымен кіріп келген. Қазіргі уақытта сымсыз тармақ деп есептелінеді. Wi-Fi сөзінің өзі инглизше wireless fidelity сөздерінің бас әріптерінен қысқартпасынан алынған болып, сымсыз садықлық деген мәністі білдіреді қазіргі уақытта. Сөзіңізді бөлемен, салауат. Өзбекстанға қашан кіріп келген? Өзбекстанға бұл 1997 жылы EAI стандартынан өтіп кіріп келген. Ең басында Wi-Fi роутер деп пайдаланып бастағанбыз. Кабельде келіп, Wi-Fi құрылмасына жалғанып, Wi-Fi роутерге жалғанып, сол Wi-Fi роутерден қалеген сол телефон, компьютерларымызды, телевизорларымызды әзіргі уақытлары жалғау мүмкіншілігіне. Жүзі жақсы. Сабетімізді Бекзияр сізбенен давам етірсек, міне бүгінгі күнде жоғарыда сізді таныстыру барысында айтып өтті. Қарақалпақстан Республикасы мектеп шекемгі һәм мектеп білімдендіру министрлігінде мәлімдеме коммуникация технологияларын енгізу һәм салыстыру секторы басшылығы болып жұмыс істеп жатырсыз. Бүгін бұл білімдендіру тарауындағы IT имканиятлары, IT тарауында өзінің жетіскендігіне еріскен жастардың мүмкіншіліктері қай дәрежеде болып жатыр? Ақиқаттан да әзіргі дәуір талабы IT тарауы болған. Сондықтан біздерде мектепке шейінгі білімдендіру тарауында да IT-ға еліміз басшылары тарапынан һәм өзіміздің сол министрлік тарапынан, қала берсең Өзбекстан Республикасы мектепке шейінгі мектеп білімдендіру министрлігі тарапынан бір қанша әтібарлар қаратылмақта. Атап айтатын болсақ, бүгінгі күнде мектептерді, ұлыма білім беру мектептерін интернет тармақтарына жалғау, жоғарыда айтып өтілгендей Wi-Fi зоналарды шөлкемдестіру, бұл Қарақалпақстан Республикасында 735 ұлыма білім беру мектебі болатын болса, бәрі 100% интернет тармағына жалғанған, һәм де ішінде тиесілі керекті орындарда Wi-Fi зоналар жаратылған. Себебі мұғалімдердің қанасы болады, ол жерге де орнатылған, оқушылардың фойе деп айтамыз, оқушылардың көбірек жиналатын орындарына қолайлылықтар жаратылып, Wi-Fi мен тәмінленген. Себебі бүгінгі күнде оқушылардың бақылау системасы да онлайн тәрізге өткен. Сондай, әзіргі уақытта енді барлық оқу процесслерін салыстыруға көбірек әтібар қаратылып жатыр. Сондықтан бұл бақылау системасы һәм балалардың қатынасы, оқуға келіп кетуі, бұлардың бәрін салыстыру арқылы бір қанша жеңілдіктер жаратылған. Сондай-ақ атап өтетін болсақ, мектеплердегі балалардың жетіскендіктерін күшейту мақсатында IT дөңгелектер, сондай-ақ компьютер техникаларымен тәмінлеу. Бұл тәмінлену барысында мектеплерде заманауи компьютер техникаларымен тәмінленген, сондай-ақ жылдан жылға бұл тозу жетіп, жарамлылық мүддеті өтуі мүмкін. Бұл да басқыш басқыш әр жылға жаңалап бару режетикарында әмелге асырылмақта. Сондай-ақ электронды доскілермен тәмінленіп жатыр. Бір қанша имканиятлар жаратылған, соның ішінде IT дөңгелеклер шөлкемдестірілген мектептерімізде. IT дөңгелеклердің бұл тикарғы мақсаты IT-ға қызығушы оқушыларымызды таңлап алу һәм халықаралық талаплар дәрежесінде, яғни халықаралық экспорт қызметін шөлкемдестіру мақсатында осы IT тарау дөңгелеклер шөлкемдестірілген. Сондай-ақ IT дөңгелеклеріміз әрбір мектепте шөлкемдестірілген болса, оқу дәуірінде де болған, әзіргі жазғы демалыс күнінде де IT дөңгелеклеріміз һәм қосымша басқа да дөңгелеклеріміз жұмыс алып барып жатыр. Тұрақты түрде істеп тұрады. Тұрақты түрде жұмыс алып барып жатыр. Сондай-ақ бұл дөңгелеклерден қатынасып, нәтижелерге ерісіп атырған оқушы жастарымызда бір қанша құрайды. Енді сол айтып отырсыз ғой, барлық сол Wi-Fi зоналарын шөлкемдестіру, интернет тармақтарымен тәмінлеу деп. Бұларды сол жастарға үйретуде, қанегелерді тәмінлеуде қандай жұмыстар істеніп жатырды? Жастарды жетік қанегет тәмінлеуде тикарғы рөлді ойнайтұғын бұл ұстаздары болады. Һәм бұл ұстаздардың информатика пәні оқытушыларда қанегелігін асырып келу, шетелге барып, қызығушылығын арттыру мақсатында сертификатлар һәм оларды қошаметлеу жұмыстары әмелге асырылмақта. Бұл мәселелер IT парк Қарақалпақстан филиалы
Өзбекстан Республикасы саламаттандыру министрлігінің Қарақалпақстан Республикасы басқармасы һәм рақамли тәлім һәм де министрлер кеңесінің IT бойынша жауапкер қызметкерлерімен біргелікте бір қанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Шазада Алламбергенова менен сөhбетімізді давам еттірсек, міне Шазада сіз Корея Республикасына барып, тәжірибе алмасып қайттыңыз. Кеше жақында клик 2026 тренинг программ дәстүрі бойынша, жойбары бойынша Құбыла Кореяның Сеул қаласында болып өткен бірге іслесу бойынша білім асырып келдім. Бұл жерге таңлап алуында министрлік тарапынан таңлап алынғанбыз. Демек, бірінші нәубетте аттестациядан жоғары балл алған оқытушылардан кейін жоғары бірнеше оқытушы болса, бұның ішінен жоғары көрсеткішлерге ие болған оқытушылар арасында саралап алынғанбыз. Bir қанша басқышлардан өтіп, Құбыла Кореяның Сеул қаласына барып келу бақытына мессар болдым. Қанша міндетке барып қайттыңыз? 10 күн болдық бізде ол жерде. Ол жерде біздер білімлендіру барысында методикаларды, жасалма интеллект, санлы технологиялардың бір қанша таза жаңалықларын үйреніп келдік. Хам ендігі мақсатым алдымдағы бұны бірінші нәубетте өзімнің мектебімдегі оқушыларды үйрету, һәм жаңалықтармен таныстыру, һәм Қарақалпақстан Республикасының барлық аймақтарында ең жайдыру болып есептелінеді. Ол жақтың методикасында қандай парқ бар екен? Нелерді үйреніп келдіңіз? Рауажланған қала болғанлықтан ол жерде һәм оқушыларым планшетлермен тәмінленген, әр бір оқушыда компьютер. Оларда информатика деген сабақлығы жоқ, бірақ әр бір сабағында интеграцияланған информатиканы бірге алып барылған. Әр бір оқытушы өз үстінде іслеу бойынша рауажланған екен. Жүзді жақсы, әлбетте бүгін балаларымыздың бұл тарауға қызығушылығы жүда күшлі. Хаттегі үйімізде біз бақылап барамыз. Бақша жасындағы перзентлеріміздің де беймәлел интернеттен қалеген затын ізлеп, көріп, тамашалап, қалеген мағлұматын ала алады. Сөhбетімізді Салауатдин сізбенен давам еттірсек, міне бүгінгі күнде сол Төрткүл районында істеп жатырсыз. Яғни мәлімдеме коммуникация технологияларын енгізу һәм салыстыру бойынша методисіз. Қазір Бекдияр сөhбетіміз давамында айтты, Қарақалпақстан Республикасындағы жәмі 735 мектептің барлығы интернетпен тәмінленген деген мағлұматларды айтты. Төрткүл районында, алыс ауылларда бұл интернеттің іслеуі қандай? Қарақалпақстан Республикасында 735 мектеп болатын болса, сонан 71-і Төрткүл районында жайласқан. Бұл Төрткүл районында алыс аймақлық мектеплеріміз бар. Бұларға Міскін ауыл бұқарлар жиында жайласқан 58 санлы мектебіміз ең ұзағы болып есептелінеді. Бұл ең ұзағы болуына қарамастан, бұл мектеплердің барлығына толық, сол 71 мектебіміз болса, 71 мектептің барлығына оптик талалы жоғары тезліктегі интернет жетіп барған әммесіне. Ол бұған біздің жастарымыз бар. Кегейлі районынан келіп отырған жастарымыз. Демек, Кегейлі районында да сол IT тарауына қызығушы жастарымыз көпшілікті құрайды. Сол орында міне Кегейлі районы 55 санлы мектептің информатика пәні мұғалімі Тәжеттин Камаловқа жүзінсек. Қазіргі заманда сол цифрлы технологиялар IT тарауы кеңінен рауажланған. Сол текарында біздер мемлекетімізде бір қанша жойбарлар іске түсірілген. Сол жойбарлар текарында өзім мысалы мектебіміздің жетіскелігін айтып өтпекшімін. 2019 жыл 1 миллион дастыршы жойбарлы енгізілген болып, сол жойбардың логикалық давамы сипатында 5 миллион жасалма интеллект жетекшілері жойбары іске қосылды. Жойбардың текары мақсаты не? Мақсаты сол 2030 жылға шегемгі еліміздегі, мемлекетіміздегі 5 миллионға жақын жастарды, сол 5 миллион сүнни интеллект, 5 миллион жасалма интеллект жетекшілер жойбарына қамтып алу, һәм сол оқушыларды сол жойбар шеңберінде сырт елдерге оқуға жіберу, жойбар шеңберінде тиісті пән мұғалімдерін қанегесін асыру үшін шет елдерге жіберу назарда тұтылған. Біздердің сол 2025 жылы жойбарда мектебіміз белсене қатынасып, сол 5-11 класс оқушылардан 440 оқушыдан 44 оқушымыз жойбардың жеңімпаз сипатында қаралды. Енді сол жеңімпаз оқушыларды біз анализдеп қарағанымызда Өзбекстан көлемінде ең жоғарғы үшлік орындамыз. Әмді сол Қарақалпақстан Республикасында жеңімпаз болған жәмі
оқушылардың үлесіне қарайтын болсақ 76% құрайды. Демек, сол жойбарды біз оқушыларға жақсы түсіндіргенбіз. Сол жойбардың мақсат мазмұны һәм одағы бейпіл оқытылатын курстар хақында кеңінен түсінік беріп, сол жойбарға оқушыларды актив белсене қатынастырдық. Тикарна оқушылардың жойбарлары қандай болды? Енді тикарна бұл жойбардың тикарға мақсаты сол өзінде бар болған 5 бейпіл курс шөлгемлестірілген. Сол 5 бейпіл курсты оқушылар жыл давамында оқып тамамлап, тиісті сол курстың сертификатларын алуы назарда тұтылған. Оқып қоймастан сол жасалма интеллект түсінігіне тиісті болған барлық сол жойбардағы курстарды кеңінен түсінік берілген. Һәм сол курстарды оқып, кейінгі өздерінің өмірінде қандай да бір рауажлануына өзінің түрткісін береді. Жойбар бойынша, яғни 5 миллион жасалма интеллект жетекшілері жойбары бойынша Төрткүл райондағы жаслардың қатынасуы қандай болды? Төрткүл районында 71 мектеп болатығын болса, сол 71 мектептен 44 мыңнан аслам оқушы тәлім алады. 10 мыңнан асламы қазіргі уақытта 5 миллион жасалма интеллект жетекшілері жойбарында сертификатларын алған. Қазіргі уақытта бұл жөнеліс және жойбар бойынша іслер давам етіп бармақта. Қазіргі уақытта жазғы демалыс уақытында да ашылған төгереклер уақытында сертификат алу, жойбарды оқу жұмыслары алып барылмақта. Рахмет. Студиямызда бұл оқушыларымыздың айырымлары бар. Оларменен де сәубетімізді давам еттірсек, яғни 5 миллион жасалма интеллект жетекшілерінің бірі Арманбек Құтлымұратов Кегейлі районы 55-ші санлы Улма орта білім беру мектебінің 11-ші класс оқушысы. Ең дәстіп 1 миллион дәстүрші атымен басланған бұл жойбар 2025 жыл 5 миллион жасалма интеллект жетекшілері атымен өзгерді. Бейпіл курстарда оқып, республикалық басшыдан ноутбук иесі болдым. Нелерді оқылыңыз? Тәжірибе қандай болды? Тәжірибеге келсек, мен бұл курстарда жасалма интеллектілерін қалай пайдалану, қалай жақсы іздесу, олармен іздескенде қандай нелерін пайдалану керек екенін соларды үйрендім. Жақсы. Демек, қазір 11-ші классыз. Режелер қандай енді? Өзбекстан Жаһан тілдері университетінде оқу ниетім бар. Жақсы, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Мархамат, Динара? Мен осы жылы болып өткен саналы әулет қызлары таңлауында шерігім Хайлаева Шахзода менен қатнасып, Нокос қаласы басқышында топ 5-ке кіру имканиятына мияссар болдық. Бұнан тысқары Қарақастан Республикасы басқышына жолламаны қолға кірттік. Ол басқыш қатта қиын болды. Бірақ соған қарамастан, жаңа мектеп болғанымызға қарамастан біздер топ 3-лікке кіріп, Өзбекстан Республикасы басқышына жолламаны қолға кірттік. Һәм біздер Ташкент қаласында болып өткен Ренессанс балалар жазғы лагерінде болып, өзіміздің тәжірибелерімізді күшейтірдік. Талаплар қандай еді бұл 3-лікке кірудің, 5-лікке кірудің? Мектебіміз жаңа болғанына қарамастан, біздерде жүдә көп имканиятлар бар. Хабарыңыз болса керек, Өзбекстан Республикасы администрация басшылығының өзі келіп, біздің мектебіміз ашып беріп кеткен. Біздердің мектебімізде подвал бар, яғни ол жерде har түрлі таярлықтар бар, IT курслар бойынша. Біздер солардан ilhamlanып, сол саналы әулет қызлары таңлауына қатнастық. Төребектен де естісек пікірлердің себебі бұл Германияның Гёте институтымен біргелікте шөлкемлестірілген халықаралық сыйлықтау мәресіне барып келді, өзінен толығырақ білсек. Бұл жойбарға қатнасып өтудің өзі болған жоқ. Қарақалпақстан басқышынан өтіп сыйлы орынларды алдық, hamda кейінгі басқышта Ташкент басқышында да үлкен бәсекелестіктерге ұшырадық. Hamma өзіміздің СНГ мемлекеттерден Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан hamda Тәжікстан мемлекеттерінен келген өзіміздің кәсіптестеріміз, оның ішінде программистлер де бар, hamda стартаперлер, өз тарауымыз уәкілдеріменен бірге нетворкингілер өткердік, ұшырасулар болды, бірге пікір алмастық. Тәсірлер қандай болды енді сізде? Тәсірлері жүдә жақсы болды, себебі 4 күн дауымында мобиль ойын істеп шығу, 2 форматтағы. Ойын істеп шығу үшін 2 күн, 3 күннің өзі жеткілікті болмайды әлбетте. Қарақалпақстан Республикасының атынан қатнасып, атын қорғау, өзіміздің елімізді атын шығару мақсатында
өзіміздің екіде ойларымызды жараттық. Төрешілер топарына ұсындық. Қандай бақа берді? Біздердің екіде ойынымызға төрешілер топары жақсы бақа берді. 4 күннің ішінде бір мобил ойынды толықлай істеп шығу бұл ең машаққатлы жұмыс болып табылады. Стартап фаундері һәмме нәрсеге тайын тұру керек өмірде деп білемін. Мысалы үшін һәмде ойын жарату керек болса, ойын жаратуға басқа да талаплар қойылса, соған да тайын тұру керек. Мысалы үшін өзінің стартапы үстінде жұмыс алып барып жатқан болуы мүмкін, өзінің компаниясын құрып жатқан болуы мүмкін. Стартапер әрдайым карьерасының рауажлануына түрткі болу керек. Жүзде жақсы, міне әзір айтып отырсыз. 4 күн ішінде ойын жарату бұл үлкен машқала деп. Солай болса да сіздер бұны жараттыңыз. Һәм төрешілерге ұсынып, жақсы бақа алдыңыз. Көбірек сіздің қайсы білім көлікпелеріңіз жәрдем берді? Көбірек қазіргі жасалма интеллектті білгенлігім себебі қазір көріп тұрғанымыздай 4 күннің ішінде бір мобил құрылманың, мобил ойынның кодларын жазып шығудың өзі болмайды. Мен өзім әзірше стартап фаундерлігім себеплі онша код жазу тарапынан жақсы емеспін. Жасалма интеллект арқылы әзіргі клауд код һәмде басқа да код интерпреторлар арқылы өз дәстүрімізді жаратып жюрилер топарына ұсындық десем қате болмайды. Енді бұндай бағдарламаларды жаратуда сіздерге идея берушілер кім? Жастарымызға, бұл жәмиетімізге пайдасы тиетін қандай да бір бағдарламаны алу үшін мақсат болады. Біріншіден стартапер бірінші нәубетте машқаланы табады. Еліміздің арасында халықта болып тұрған машқаланы табады һәм оған шешім беру үшін өзінің стартап идеясын алға сүреді. Стартап өзі екі түрге бөлінеді: хард һәм софт тәріптеме. Хард тәріптеме мысалы үшін іслеп шығару стартап болсын, мысалы үшін бір таза өнім ойлап табу болсын. Ал софт тәріптеме болса IT өнімлер. IT өнімлер болғанда мобил бағдарламалар, веб-сайтлар һәмде басқа да сол халықтың кейінгі күнін жеңілдестіретұғын өнімлерді нәзерде тұтылады. Мысалы үшін қазірде мен шартлеу стартабына тикар салып атырман. Тикарынан бұл стартап электрон шарттамалар түзу үшін, мысалы үшін сіз біреуге қарыз бересіз, яки қарыз қатынасы қыларында, онда сіз нотариуске бармастан электрон тұрғыдағы шартнаманы екі тәріфлеме имзалап қойсаңыз болады. Тек қана қарыз шартнамасы емес, басқа да юридик қызметлеріміз бар. Қарыз шартнамасы, ижара шартнамасы, һәмде үй-жай ижара шартнамасы, һәмде нәсия сауда шартнамаларын бізде рәсмилестірсеңіз болады. Дәстүріміз толық MyID-менен интеграция болған, һәмде төлеу системалары үстінде жұмыс алып бармақтамыз. Топарымызбенен бірге кейінгі нәубетте адвокатлар интеграциясын қылуды өзімізге жөн көргенбіз. Мысалы үшін қазірде ең көп машқалалы жағдай өзіміз үшін басымызға машқала түскенде адвокат табу мәселесі бар. Адвокатлардың һәм түрі көп. Мысалы үшін бұқаралық істер бойынша адвокатлар болады, шаңырақлы істер бойынша адвокатлар болады. Соларды біздер Өзбекстан бойынша адвокатларды бір жерге жинап, оларға рейтинг береміз. Booking.com һәмде Яндекс такси сияқты халықтың өзі реал бақасын береді. Сол арқылы өзіне ұнамлы түрдегі адвокатты қиналмай таба алады халқымыз. Біздердің монетизациямызда бар. Стартап тек қана бұл социал бағдарламалардан ібарат емес. Стартап арқылы қазірде ол үлкен пұл тапса да болады. Инвестициялар тартса болады өз стартабына, һәмде үлкен компания, корпорацияларға айланса да болады. Мысалы үшін Google, Amazon һәмде Facebook компанияларда бастапқы стартабын кіші басқышылардан бастаған MVP жаратуда мысалы. Төребек, сіз айтқан жойбарлар хақиқатында да халықтың жұмысын бір қанша жеңілдетеді. Мәселен, шартнама түзу, адвокат іздеу, һәм мүнәсіп адвокатты табу. Бұл нәрселерді тұрмысқа қашан енгізесіз? Қазір тест режимінде. Тест режимінде біздерде 2 июль күні App Store һәм Play Marketке жүклеу мәресімі болып өтеді. Өзбекстан, Қарақалпақстан базарына бұл өнімді енгіземіз. Һәм 100% өзіңіздің өміріңізде пайдалансаңыз болады. Мысалы үшін шартнама түзуде, біреуге қарыз мүнәсебетлерін біздер юридик тілді аңсатыластырып халыққа жеткізіп беру. Әпуай тілде жеткізіп беру. Мысалы үшін біреуге барып қарыз шартнамасын түзейік десеңіз түсінбеуі мүмкін. Ал біздер тайын аңсат реквизитлер арқылы, тайын шаблон арқылы шартнамаңызды жаратып генерация қылып береміз. Сол арқылы біз өздерімізге монетизация арқылы іс хақымызды аламыз. Мысалы үшін 25 миллион сомға шекен болған шартнамалар біздерде
44.921 сом, 50 миллион сомға шекемгі шартнамалар 69 мың сом, ал 1 миллиард сомға шекемгі болған шартнамалар 444 мың сом атырапында дүссеңіз болады. Ал сіз бұны нотариус арқалы рәсмилестіріп жүрсеңіз уақытыңыз кетеді, һәм екі тәріплеме барып жүру керек болады, және нотариус арқалы рәсмилестірілген уақытта сізде қаражат көп кетуі мүмкін. Азыр сіз Өзбекстан Республикасының бұқарасы болсаңыз болды, қалесеңіз шетелден тұрып, Европадан тұрып, қалесеңіз Қарақалпақстаннан тұрып, Нөкістен тұрып, екі тәріплеме білдірунамалар жіберіп, бір-біріңізге қарыз шартнамасын, нәсия сауда шартнамасын, жара шартнамаларын түсеңіз болады, һәм де өзіңізге адвокатлар тауып, адвокатлардан 100%-лық юридик қызметлер біз ұсына аламыз өз стартапымызбен, һәм де өз компаниямыз бар. Әзір сіздің пікірлеріңіз көріп, расы толқыланып отырмыз. Хақиқатында да бұл IT тарауында соншелі дәрежеде білім көлікпелерді иелегенсіз, ертеңгі келешек хақиқатында да жаратушылардың бірі екенлігіне сеніміз кәміл болып отыр. Енді бұл тараудағы ұстазларыңыз хақында айтып өтсеңіз, сонша білім көлікпені кімдерден үйрендіңіз? Бұл тараудағы ұстазларымды айтып өтсем, бастапқыда әлбетте мектебімізде информатика ұстазлары, кейінгі нәубетте осы IT паркте міне көріп отырмыз, Құндыз, стартап бағдарламалар жаратуға, һәм де базарға алып шығуға жәрдем беруші, һәм де InnoX оқулық бағдарламасы бар технопаркте, сонда 9-шы басқыш біткерушісімен InnoX оқулық бағдарламасында біздерге тәлім берген технопарк директоры Рустам аға, һәм де Ерлан ағалар болып табылады. Біздерге инновациялық жойбарларды жарату, қалай оны базарға алып шығу, қалай сату, һәм де қалай инвестиция тарту, сол тәріфлемелерді жәрдем берген. Өзбекстанлы стартаперлер болсын, басқа уәлаятлы стартаперлерменен де пікірлесу өткеріп тұрамыз. Һәм де жақында Шылпық қаласында Узкомбинатор акселераторы өткерген Founders Camp атлы жойбар болып өтті. Біз бір күн дауымында табиат қойнында өзіміздің стартапларымызбен ортақластық, һәм де ол жерде инвестиция тарту мүмкіншілігі де болды. Һәм де Қарақалпақстан Республикасының бай табиатында өз стартапларымызды еледе рауажландырып, бірге пікір алмастық десем алжаспаймын. Құндызбенен сәуетіміз давам еттірек. Құндыз міне IT парк Қарақалпақстан Республикасы филиалында стартаплар бойынша бүгінгі нәтижелері, алып барып жатқан жұмыстар хақында. Әлбетте, бүгінгі күнде президентіміздің жастарды қолдап қуатлауына айрықша ітібар қаратылмақта. Стартап тарауына келетін болса, қазіргі уақытта Өзбекстандағы имканиятларды ең бірінші айтып өтетін болсам, IT парктағы имканиятлар қазіргі уақытта біздерде инкубация, акселерация дәстүрлері бар. Инкубация дәстүрінде жаңа төребек айтып өткендей, идея басқышынан басылап MVP басқышына шекем жастар оқытылады. Стартап жойбарларын рауажландыру үшін акселерация дәстүрі болса, сол MVP басқыштан басылап сатуға шығаман дегенге шекемгі басқыш болып есептелінеді. Сол басқышлар әлбетте бипул, одан басқа изятон, хакатон таңдаулары, халықаралық әртүрлі жойбарлар мысал үшін болады. Сол жойбарларда жастарымызды белсене қатынастыру біздердің вазипамыз болып есептелінеді. Одан басқа қазіргі уақытта жастарымыз стартапларын рауажландыру үшін бүгінгі күнде 15-ке жақын венчурный фондлар бар. Яғни мысал үшін ол жерде өздеріне керек суммаларды, өздерінің стартапларын рауажландыру үшін керек қаражетлерді алса болады. Бұл қаражетлерді алуда венчурный фондлардан алу үшін стартап базарға шыққан болу керек болады. Енді әрбір венчурный фондтың өзіне қойылған талаптар бар. Мысал үшін Yoshlar Ventures венчурный фондында стартап базарға шыққан болу керек болады. Ал мысал үшін басқа да венчурный фондлар бар, ол жерде мысал үшін идеяға беру мүмкін пулды, ямаса MVP басқышындағы жобаларға беруді мүмкін. Одан басқа жастарымыз стартапын рауажландыру үшін мини-инновация тарапынан әртүрлі грантлар бар. Яғни мысал үшін венчурный фондта басында пул беріледі, пул берілгеннен кейін оны доля алып қайтару керек болады. Бірақ сіз сұраған сумманы береді. Ал грант тарапынан Өзбекстан Республикасы мини-инновациясы грант тарапынан берілсе, бұл грант сізге қайтарылмайды. Мысал үшін сіз жастарымыз 16 жастан басылап 40 жасқа шейінгі жастар қатынасса болады. Өздеріне керек сумманы жазады, һәм де болашақ ойлым, ямаса har түрлі ойлымы айол, соған ұқсаған таңдауларға қатынасып, өзіне кереклі суммаларды алса болады. Одан басқа қазіргі уақытта мысал үшін
мектеп жасындағы оқушыларымыздың да стартап жобаларға IT тарауына қызығу қаттыға күшлі. Бұл жастарымызды шығару үшін де har түрлі таңдаулар, жаңа айтып өткендей, изятон, хакатон таңдаулары, одан басқа рақамли авлат қызлары таңдаулары, Мырза Ұлықбек ворыслары таңдаулары, яғни бұлар шеткі райондағы жастарымызды, шеткі районнан шығып атқан талантлы жастарымызды шығару үшін әмелге асырылып отырған таңдаулар болып есептелінеді. IT парк тарапынан изятон, хакатон таңдауы өткеріледі қаржылы. AI хакатон таңдауы har бір вилаятларда өткеріліп жатырды. Хамзе ең ұтқан сол бірінші, екінші, үшінші орындағылар 2026 жылдың декабрь айында Өзбекстан басқышында үлкен таңдау болып, солар қатнасады. Хамзе өздеріне кереклі стартапын рауажландыру үшін кереклі болған суммаларды алады. Мені сұрау қызықтырады. Сонша имканият бар екен, хаттегі сол ойлап тапқан жойбарын рауажландыру үшін қаржылар да беру мүмкіншілігі бар екен. Жастарымыз қаншелі дәрежеде дұрыс пайдалана алып жатыр? Бүгінгі күнде жастарымыздың IT тарауына қызығу жүда күшлі. Хаттегі мектеп оқушылары да, университеттегі студент оқушылары да жақсы қатынасып келмекте. Бүгінгі күнде президентіміз тарапынан стартап жобаларға қаратылып отырған ітібарлар жүда күшлі. Хамде жастарымыз бұдан жүда имканиятлы пайдаланып келмекте. Мысалы үшін мектеп оқушылары хаттегі 7-ші, 8-ші, 9-ші класс мектеп оқушыларды өздерінің стартапларын рауажландырып отырыпты. Хамде өздерінің IT компанияларына стикер салмақты. Әлбетте, бұл IT компаниялар Өзбекстанның рауажлануына, халықаралық базарға, халықаралық дәрежелеріне шығуына стартаптың дәрежесі жоғары болып келмекте. Өзбекстан Республикасы стартап тарауы бойынша қазіргі уақытта дүние жүзінде бірінші орында тұрмақта. Бұған әлбетте Қарақалпақстан Республикасындағы жастардың да үлесі бар. Қазіргі уақытта сол стартаптар экспортларға шығу, шетелдерге шығу бойынша үлкен жұмыстар алып барылмақта. Шетелдегі компанияларды Өзбекстанға алып келу бойынша үлкен жұмыстар алып барылмақта. Айтып өтетін болсам, Zero Risk программасы бар, яғни 0% рискпен. Өзбекстанға 0% рискпен кіріп келу, ямаса 0% рискпен шетелдің базарына шығу имканиятына ие. Қайсы бір жойбарда қантлы диабет кеселіктері, харқилы кеселіктердің алдын алуға қаратылған жойбарлар. Бұл қандай жойбарлар? Қантлы диабетке байланысты жойбарлар дегенімізде, мысалы үшін жастарымыз har түрлі жойбарлар, мысалы үшін аз көз алдымызға келтіре алмайтұғын, жасалма интеллекттен пайдаланған қалда har түрлі жойбарларды істеп келмекте. Қантлы диабетке байланысты ауруларды алдынан анализдейтұғын жойбарлар болса, мысалы үшін қазіргі күнде қантлы диабетпен ауыритұғын адамдар күнделік толтырып жүреді, дұрыс па? Сол күнделікті, мысалы үшін жасы үлкен адамдар болуы мүмкін, жойып қою мүмкін, ямаса өзің шпакеріне толық мағлұматлар жетіп бармауы мүмкін. Енді соны автоматизация қылу, яғни мониторинг қылып отыратұғын. Жасалма интеллект арқылы, мысалы үшін голосовой арқылы жіберу, өзінің анализлерін, ямаса жазу формасында жіберу имканиятына ие болады. Жастарымыз сондай жобаларды істеп шығатырыпты, хамде жүда бұл қуанышлы жағдай. Әлбетте, инсан өзіндегі кеселік тарихын, емлену барысын, барлығын анализлеп, демек сол бағдарламаға кіргізіп барады. Рахмет, міне осы IT тарауында жетіскенліктерге ерісіп отырған жастарымыздың және бірі Әмірбек, мархамат, сізбен советімізді давам етірсек. Дұрыс, айтқаныңыздай IT Қарақалпақстанда жүда тез рауажланып отыр. Мысалы, мен қазір Әл-Харазми жойбары оқушысымын. Бір жылдан бері жақты оқимын. Президент атындағы проект жасылар, 15-16 жастар Бипул, Инглис һәм IT сабақтарын оқиды. Мысалы, мен сол бір жыл ішінде full stack программист болдым, деп айтсам болады. Сол Әл-Харазми жойбары біздерге сондай имканиятлар береді, өзінің идеяларында MVP дәрежесіне шығаруға, мысалы, ол IT парктың 6 этажында тұрады, жайғасқан. Біздерде коуворкинг зонамыз бар, қалген Әл-Харазми жойбары оқитын оқушылар келіп, өзінің проектлерін істесіп, күшілі компьютерлар тұртты, бірге сөйлесіп, сол нетворкинг қылады. Мысалы, соғақтағы алған білімлерді мен Артефакт деген проектіне пайдаландым. Артефакт деген проектіміз Бердақ атындағы музейде істейтін проект. Мен соғақта алған білімлерімді өзім проектіне пайдаландым. Артефакт деген проект. Сол Бердақ музейіндегі істеп тұрған қазір проект, ол қалсеңіз барып тексере аласыз. Камераны ашасыз, кейін бір суретке тұтасыз да камераны. Кейін сол жаңаландырып береді. Мысалы, Бердақ Арғабай ауылы. Соқта сурет тұрды, Бердақ музейінде, ол үлкен сурет. Соған камераны тұтсаңыз, өзі туралы айтып береді, өзі тарихын.
Қазір өзіңіз білгендей, қазіргі уақытта жастарда тарихқа қызығушылық онша көп емес, сол проект қызығушылықты көбейтіледі. Ояту үшін. Ояту үшін қызығушылық. Сіз айтқан сол Әл-Харазми жойбарына қатынасу үшін қандай талаптар қойылады? Қалай бұл жойбарға сізді қабылдаған? Өткен жыл имтихан болды. Сол имтиханда нұсқа бойынша 2000 оқушы қатынасты. Сол 2000 оқушы қатынасқанда мен біріншілерден біреу болдым. 97% дұрыс жауаптарды бердім. Английский, математика, IT һәм информатика білімдер табып қалды. Соны аша оқу үшін. Бірақ сондай білімдер болса жақсы болады, неге десеңіз, сол Әл-Харазми жойбарында күшті менторлар болады. Сізге английскийдан үйретеді. Мысалы, мен бір жыл ішінде английский диалог C1 болacak. Мысалы, IT бойынша біздерде 20 жылдық тәжірибесі бар, менторымыз бар. Сондай менторлар менен әлбетте әрқилы ниеттерімізге ерісу арқайым болады. Неше жастан қабылдайды жойбарға? 15 жастан, 14 жастан. Жақсы. Режелер қандай енді? Режелер мен қазірше өзім проектімді раужалантыра жақпан. Одан басқа мен оларсы шетелге тапсырып көріп жақпан. MIT университетіне. Сол жоғарыдағы жойбар мәселесіне бір қосымша алып кетсем, бұл Әл-Харазми мирасқорлар жойбары Өзбекстан Республикасы салмастыру министрлігі тарапынан һәм Қарақалпақстан Республикасы басқармасында да рақамет тәлім бөлімі бар. Солармен біргелікте Қарақалпақстан Республикасына енгізу белгіленген 2025 жылда һәм бұл белгілі бір дәрежеде Нөкіс қаласында ең бірінші мәрте енгізілген болса, қосымша 8 районларымызда өз іскерлігін басылаған. Бүгінгі күнде бұларда оқу процестері шөлкемдестіріліп давам етпекте һәм бұлардың басқышы әр 6 айдан оларды тест сынақтары арқылы бақылап барады. Жоғарыда айтып өткендей жетік ментор қанегелер біріктірілген оларға өз алдына һәм бұлардың сол тест сынақтары арқылы өткелері кейін де давам етіп кете береді. Себебі бұл жердегі таярланып атырған оқушылар осы Амирбек айтқандай сондай бір жетік оқушыларды жетілістіру болып есептелінеді. Енді бұны 2026 жыл давамында қалған барлық районға енгізіліп, һәм сол Әл-Харазми мирасқорлар жойбары шеңберінде IT һәм инглиз тілі бойынша бейпіл курсларда оқушыларымыз оқу имканиятына ие. Бұл бағдарда бір қанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Сол айтып өткен жоғарыдағы салмастыру министрлігінің сол Қарақалпақстандағы басқармасы һәм солардың тиісті қанегелер рақамет тәлім бойынша бұлар өздері осы бағдар бойынша соны енгізу бойынша бір қанша жұмыстарды алып бармақта. Бұл 2026 жылы меніңше барлық районға әмелге асырылады. Бұл жойбарға қабылданып біткергеннен соң оқушыға қандай имканият беріледі? Енді бұл жерде имканиятлар бұлар сол жойбар тикарында сертификатларға ие болып шығады һәм бұл оқушыларға солар берген білімнің өзі үлкен имканият деп ойлаймын. Себебі бұлар айрықша жетік қанеге болып жетілісіп шығады да, һәм тикарғы заман талабына сай пәнлер бойынша IT һәм инглиз тілі бойынша жетік қанеге болып шыққаннан кейін бұларға берілген ең үлкен имканият сол жетік қанеге болып білім көңілік берері деп ойлаймын. Оқушы пайтынан ақ жетік қанеге болып, қалеген жоғары оқу орнына кіре алады. Сондай имканиятлар жаратылып барады. Шыда жақсы. Сол алған білімдерді оқушы қалегенше пайдаланады. Керек болса өзіңіз бір кәсіп ала ма, болмаса программист бола ма, шетелге кете ма, сол английский білімдеріменен. Мысалы өзім шетелге кете жақпанда английский оқып, кейін программист сыфатында. Қайсы елді таңдай жақсыз? Жасалма интеллект жарату. Сол жасалма интеллект жаратуға бір күшті программист болу керек, меніңше. Кейін Әл-Харазми жойбардан басқа IT паркта 12-ші этажында IT Community Қарақалпақстан деген жойбар ашылды, жақын ашылған. Мен сол жақта стартап координатор сыфатында кірдім. Қандай түсінсек болады жойбарды? Мысалы, әрбір адам, мысалы Әл-Харазми жойбарында, болмаса басқа бір жойбарларға қатынасу ләзі жоқ болады, бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Сол қалген уақытта келіп, IT парктың 12-ші этажына барып, сол IT Community Қарақалпақстан деген жерде монологтар тұрыпты, сол өзінің оқыған нәрсесін оқып, істеп, сол имканият береміз да, IT Community Қарақалпақстан деген. Мен өзім бір жылдан бері стартаппен шұғылданамын, сол питчлар деген айтылады да, инвесторлар алдына шығып, стартапын түсіндіріп беру, сол инвесторлар алдында сөйлеп беру, сол презентация қылу тәжірибем көп. Сол жас балаларға мен түсіндіріп беремін. Мысалы, балалар жиналып жатыр, бала қызлар, өзінің проектілері бар, кейін оларға мәслихат беремін. Қалай проект күшейтесен,
идея беремін, сол қалай рауажландыру мүмкін. Мен тәжірибе басқа біреуге бөлісіп жатпын да. Қазір сіз Амирбек 10 классыз. 10 класс өтті. Бұл оқуыңызға кесен жетпеген халда баратон курсларыңыз. Бұл топлаған білімдеріңіз бойынша бүгін дарамат деректерін таптыңыз ба? Келешек бұл тау жолы стартап болады меніңше, артефакт стартапым. Сол артефакт стартапты қазірше біздер Бердақ музейінде бейпіл қосып тұрмыз. Сол Құдайға шүкір қазірше затраталар жоқ. Сол проект бойынша біздер бірінші біле алған жоқпыз да, мен айтқанымдай бір нәрсе істеместен алдын адамдарға керек па деген біле алу керек қой. Сол Бердақ музейінде қазірше бейпіл қосып тұрмыз да, адамдар қызыға ма өзі? Расын айтсақ, адамдар қызығып жатыр. Мысалы, көп адамдар келіп, сол камерасын алып, оқу отырудың орнына бір ескен жағылмады адамға. Сентябрьден бастап ақшаға, музейларға сатып бастаймыз. Адамдардың пікірін жинауымыз керек та біздер. Пікір жинасақ, адам керек екенін білгеннен кейін сатып бастаймыз. Демек, қаридарын анық тауып болғаннан кейін сатуға қоясыз. Қалеген телефондағы камераларды қоссақ, ол іске түсе ме? Қалеген телефон. Ол интернетте тұратын проекті. QR-код бар, веб-сайтқа өтесіз, кейін камераға доступ бересіз, болғаны. Суретке тұтасыз, өзі жаңланып, өз хақында сөйлеп береді. Енді айтып жатырсыз ғой, бағдарламалар жарату, ойлар жаратуды. Әрбір тарауға кіріп барды бағдарламалар mesela. Енді бұлардың ұзақ қызмет ету үшін бұл бағдарламалардың нелерге әтвар беру керек? Мен ойымша ұзақ қызмет ету үшін біріншіден бір жақсы топар керек. Мысалы мен өзім топарым бар, сол хамеміз жинап отқан команда. Хард программистлар бар, маркетолог бар, мобилограф бар. Бір адам хамин нәрсені көтере алмайды. Әрбір адамда өзінің істейтін нәрсесі болу керек та. Тек сол кезде жақсы топар болса, сол проект көп уақыт ұсталынады да. Жойбардың аты қандай болады? IT Community Қарақалпақстан. Play Marketте әрбір бағдарламаға пікірін жазады. Жақсы программа, жақсы бағдарлама деп. Олардан пікірлерін алып қалынатын шығар. 10 класс болғаныма қарамастан, қазір мен өзім командамен, мен фронтенд программист сипатында, басқа команда адамдары бэкенд, кейін мобил разработка программистлары Бердақ музейінің сайтын қайтадан істеп шығаратпыз. Таза дизайнмен кейін өзіміздің артефактымызды соған қосып қоямыз. Қараң, ойланып көріңіз жасылар. Мен 10 класс болғаныма қарамастан, сол рауажланып отпан. Сізді менде не кемісіңіз бар? Дарамат алып жатырсыз ба? Сол проект, яғни өзім барып еттім. Благотворительный деп айтсам болады, сол нәрсені. Негізінен мен айтқанымдай Қарақалпақстанда IT рауажлығын қайып тұрпан. Сол нәрсеге өзім барып істеп берейін дедім. Командам мен бірге. Бірінші дараматымда артефакт проектімен болады. Сол Бердақ музеймен бірге қосылып істей салатпыз. Қазір 10 классыз. 11 класс біткерсеңіз шетелде давам еттірмекшісіз. Қайсы мемлекетті таңдап отырсыз? ақш мемлекетін. Меніңше ол қазірше бірінші орында. ақш технология бойынша, инвестиция бойынша қарқайлы нәрсе. Имканиятлар күшлі болды ақшта. Сол ақшта барып, білімдер алып, сол білімдерді алып болғаннан кейін Құдайға жетсе Қарақалпақстанға қайтып, сол білімдерді кейін алған тәжірибемді Қарақалпақстанда адамдармен бөлісуге қажет қыламын. Рахмет, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Жасалма интеллект бойынша пікірлеріңізден білсек, жасалма интеллект сол дәрежеде біздің өмірімізге кіріп келді. Имканиятлары да көп. Оның ұнамды тарифі де бар, ұнамсыз тарифі де бар. Енді айырым тарауларда бұл жасалма интеллект ізденуден, минетіслеуден тоқтатып тастағандай. Бұл бойынша пікірлеріңізді білсек. Жасалма интеллект хақында айтып өтетін болсақ, жасалма интеллект бүгінгі күнде жастарымызға, әрбір жұмысшыларға үлкен пайдасын тигізіп отырыпты, өмірін жеңілдетіп отырыпты. Бір сөзбен айтқанда, хамде жасалма интеллект қазіргі уақытта адамдарда осындай қорқыныш бар. Жасалма интеллект өмірімізге кіріп келген сайын жұмыс орынлары қысқарып кетуі мүмкін. Ямаса жастарымыз ойланудан тоқтап қалуы мүмкін деген адамдарда қазіргі уақытта сондай қорқынышлар бар. Бірақ деп қарап отыратын болсақ, жасалма интеллекттен қазіргі уақытта жастарымыз үнемді пайдаланбақта. Әртүрлі программаларымыз үшін жаңа Төребек айтып өткендей 4 күннің ішінде программа жарату, мультиклар істеу, анимациялар істеу, дауыс жазу, хамде қатсек сол дауыс жазуларда да жасалма интеллекттен пайдаланып келмекте. Менің ойымша, сол IT тарау қанегесі болған себеплі айтып өтпекшімен, жасалма интеллект ешқандай жастарымызды шектемейді. Себебі жасалма интеллектке ең бірінші болып, жастар өздері бірінші түсіндіріп беру керек болады.
ал содан кейін барып жасалма интеллект сол промптты кіргізгеннен кейін жасалма интеллект сол бұйрықты ғана орындайды, одан басқа затты мысалы үшін шығарып бермеуі мүмкін. Hamде жасалма интеллектке көп жастарымыз сабақ даярлау барысында ham пайдаланады, бірақ ол жерде кіргізгенде де сол промптты дұрыс кіргізбесе, жасалма интеллект тек қана үстірткі дәрепін шығарып беруі мүмкін. Ал астыңғы дәреплері мысалы үшін еледе көплеу мағлұматлар болуы мүмкін. Сондай мағлұматларды өзі жақсылап түсіндірмесе жасалма интеллектке, ондай затларды шығарып беруі сәл қиынлау болады. Толығыменен сол қазіргі шығып жатырған программалар, бағдарламалардан дұрыс жауап аламыз деп айта алмаймыз. Себебі олар алжасуы да мүмкін. Жасалма интеллект технологиясын біз мобиль құрылмасы сипатында бір теңлестіріп қарасақ болады. Себебі өмірімізге мобиль құрылмасы кіріп келген кезде біздер үшін бір таңқаларлық технология сипатында қаралды да. Енді бүгінгі күнде жасалма интеллект технологиялары тапса өмірімізге біздерге таңқалатын технологиялар сипатында қалыптасқан, бірақ өміріміз давамында біз оны апайы күнделікті тұрмысымызда қандай құрылма сипатында пайдаланып отырғанымыз сияқты кейін ала сол апайы нәрсе болып қалады тұрмысымызда. Бірақ сонда да біз не қыламыз, сол жасалма интеллект технологиясын ұнамлы әмде мақсатқа муафиқ пайдалансақ, бір жақсы нәтижелерге ерісуге болады деп сенім білдіремін. Қазіргі дәуірде растанда жастарымыз арасында hamde Z әулет деп тарифлейміз. 97 жылдан 2009 жыл аралығындағы балаларда, мысалы үшін, жасалма интеллекттен пайдалану, hamde техникалардан пайдалануға үлкен мүмкіншілік бар. Олар тез меңгереді. Және ол кәсібімді алып қоймай ма деген терминдер де бар. Бұны айтып өткеніміз мақұл, жасалма интеллект адамның кәсібін алып қою үшін емес, жасалма интеллект адамның өмірлік тұрмысын жеңілдету үшін істеп шығылған нәрсе болып табылады. Ең бірінші жасалма интеллект 1976 жыл істеп шығарылған. Сонда қос бутик болады. Ол адамлардың тек қана өміріне бірден тосыннан кіріп келгені, мысалы үшін Өзбекстан шариатында 2020 жылдан бер жағына жасалма интеллект тарау кіріп келді. Онан алдын Яндекс hamde басқа да браузерлерде, Алиса hamde қазір өзіміз пайдаланатын iOS системаларында Siri сияқты жасалма интеллектлерді пайдаланатын едік. Олардың имканияты шекленген еді. Қазір өмірімізге кіріп келген ChatGPT hamde басқа да жасалма интеллектлерменен тарау кеңейді. Өзбекстанда да не айтып өткенімізде 5 миллион өзбек промптерлері деген Uzbek Coders жойбарынан кейінгі жойбарымыз бар. Промпт жазуда қазіргі заманда бір тарау сипатында қаралмақты, IT тарауында. Жаңа IT біздерде жасалма интеллект біздердің шариатымызға кіріп келуіменен бірге таза кәсіплерді де жаратпақта. Қайта кәсіплерді алып қойдың орнына, ол біздерге көмекші болмақта, hamde таза кәсіплерді жаратуға көмектеспекте. Мысалы үшін промпт жазу, басқа да кәсіплерді жаратпақта. Атап айтқанда, ешқашан IT тарауын, hamde басқа да тарауларын, автоматластыру тарауларын жасалма интеллект алып қоя алмайды. Себебі ол адам тикарында адам басқарған соң бәрібір адам көмегіне мұқтаж. Әлбетте, бұл имканиятлардың барлығы интернет, Wi-Fi-сыз әмелге асыру жүдә қиын, тикарында интернет тармағы тұрады. Интернет тармағы дұрыс айттыңыз. Біздер қазіргі жасалма интеллектілерді интернет тармағысыз ешқашан істете алмаймыз. Мысал келтірсек, өзіміз ChatGPT тармағына бір сұрауымызды бермекші болсақ та, Wi-Fi тармағымызға жалғану арқылы, я болмаса өзіміздің мобиль құрылмамыздан 4G, ямаса 5G тармағына жалғану арқылы өзіміздің промптымызды беріп, өзімізге ұнамды жауабымызды алсақ болады. Лекін деген жері бар. Осы жасалма интеллектке дұрыс промпт беруді де білу керек. Wi-Fi тармағы бойынша бір шет елімізден, Сеул қаласынан бір өзіне тартқан жер болды. Демек, Сеул қаласы бұл шетелдіктер үшін рауажланған қала екен. Бұл жерде har бір көшесінде Beeple Wi-Fi менен тәминленген екен. Мәселен, бізде har көшелеріне кіріп өзлеріміз айланған уақытымызда, егер өзлеріміздің мәнзіліміз тауып келетұғын болсақ, Beeple Wi-Fi-на қосылып, Телеграмға кіргенбіз, хабар ұзатқанбыз.
да мені өзіне сол жерменен тартқан. Хаттегі көшелеріне де Хаттегі құрылған. көшелерінде бипл, хаммесі бипл. Біздерде сим карта болмағанлықтан бір-бірімізбенен сөйлесу қиынлау болды, бірақ сол бипл Wi-Fi арқалы бір-бірімізді тауып байланысып тұрдық. Соған қосымша етіп айтып өтетін болсам, бүгінгі күнде Өзбекстанда да интернет тармақларын har бір көшелерге орнату жұмыстар алып барылмақта. Мысалы үшін қазіргі күнде har бір мекеменің қасынан өтетін болсаңыз, Узтелекомнан бесплатно Wi-Fi-лар тарқатылады. Мысалы үшін университеттерде, мектептерде сол Узтелекомның Wi-Fi-ларына жалғанып, бипл пайдалансаңыз болады. Рахмет. Әлбетте, қаламыздағы алыс ауылдардағы har бір көшеде де бұл жаңалықтарды біз күтіп қаламыз. Қадірданлар, бір нәрсені айтып өтуіміз керек. Бұл тарауда сәбетлесу үшін тек қана 1 сағат жетерлі емес, себебі тарауда айтылатын жетіскенліктер, имканиятлар жүдә көп. Лекін көрсетуімізге жатылған уақытымыз жұмақланды. Өз кезегінде бүгінгі меймандарымызға minnеташылығымызды білдіріп өтеміз. Кеше адамзатты жоллар байланыстырған болса, бүгін бүткіл дүнияны көзге көрінбес толқындар байланыстырып тұр. Wi-Fi бұл тек технология емес, ол қашықтықты жақын еткен, мағлұматты қол жетімлі қылған, адамлардың бір-біріне жақындастырған заманның үлкен жетіскерлігі. Біз оны көрмейміз, бірақ соның арқасында білім аламыз, ізденеміз, мағлұматлар топлаймыз. Һәм де өзіміздің алға қойған мақсатларымызға бір қадам болса да жақындаймыз. Дұрыс айтасыз, телефонсыз бір күн жүруіміз мүмкін, лекін байланыссыз күнімізді көз алдымызға келтіруіміз қиын. Себебі Wi-Fi бұл тек қана технология емес, интернет емес, ол өміріміздің ырғағы, өмірдің талабы, келешекке ашылған есік деп айтсақ болады. Келесі эфирлерде көріскенше сау саламат болың.